Алан, мәтінді болжау деген не? Түсіндіріп бере аласың ба? Әрине, болжау деген мәтіндегі оқиғалардың тууын, өзгеруін, жалғасын алдын ала топшылау. Болжауды екі жолмен жүзеге асыруға болады. Тақырыпқа қарап және суретке қарап. Тақырыпқа қарап мәтін мазмұнын болжау, тақырыпқа үңіле отырып, мәтін мазмұнын жорамалдау, тұспалдау. Суретке қарап мәтін мазмұнын болжау дегеніміз, суретте бейнеленген заттарға, адамдарға қарап, мазмұнын жорамалдау, тұспалдау. Ал суретке қарап, тақырыпты қалай қоямыз? Мәтін тақырыбын сұрақ арқылы анықтаймыз. Мәтінде қандай мәселе көтеріледі, не сөз болады? Осы екі сұраққа жауап бере алса, мәтін тақырыбын білеміз. Және сұрақ қою арқылы мәтін мазмұнын да анықтай аламыз. Мәтін мазмұнында мәтіннің не туралы екені, не туралы әңгімелесетіні баяндалады. Онымен қоса мәтіннің негізгі ойы болады. Мәтіннің негізгі ойы, оны қалай анықтаймыз? Мәтіннің негізгі ойы дегеніміз, мәтін мазмұндағы ең басты автордың айтқысы келген ойы. Түсіндіргеніңе көп рахмет, Алан.